Оқиғадағы кейіпкердің аты өзгертілген. Американың Аляска штатында болған жағдай. Қыс мезгілі. Ол күні ауа райы боран болды. Ата-анасы Эмилиді үйде жалғыз қалдырып түнде келетінін ескертті. Есікті жауып алуын сұрады. Үй түріктен бітірген Эмили алаңсыз теледидар алдына жайғаса кетті. Ұйқысы келер емес. Теледидар орналасқан бөлме үйдің бірінші қабатында. Және ол бөлмеде үлкен терезелер бар болады. Ал теледидар сол терезе алдында тұратын. Сағат түнгі 12-ге де таяды. Ата-анасының келетін уақыты да жақындады. Кенеттен Эмилидің ішкі дауысы себепсіз дабыл қақты. Эмилиге үлкен қауіп-қатер төнгенін айтты. Оған еш себеп көрмеген Эмили өзін сабырға шақыруды жөн көрді. Бірақ ішкі дауыс кетер емес. Бір кезде Эмилидің назарын терезе сыртындағы бір қимыл өзіне аудартады. Бойын қорқынышпен үрей билеген Эмили қимылдамастан ол терезеге анығырақ қарайды. Иә, терезе сыртында шынымен де біреу бар секілді. Терезе сыртындағы адамның түрі тыртыққа толы екенін және зұлым көріп тұрғанын көреді. Бойын қорқынышпен үрей билеген Эмили сасып қатып қалады. Терезе сыртындағы адам қолын баяу пальто қалтасына салып пышақ алып шығады. Кеш болмағанда есін бірден жинаған Эмили теледидар алдына отыра қалады. Қолына телефонын алып полицияға қоңырау шалды. Алло, полиция. Үйімнің сыртында біреу бар. Оның қолында пышақ. Маған көмек керек. Полиция қызметкері Эмилиден өзін сабыр сақтауын сұрайды. Эмилидің үйінен 5 минуттық жерде полиция патрульдің машинесі жүргенін айтады. Иә, полиция офицері 5 минутта келеді. Бар мән-жайтты айтады. Полиция қызметкері үйдің сыртын, әсіресе терезе алдын мұқият қарап шығады. Еш із таппаған офицер Эмилиге жақындап: Эмили ханым, сіздің санаңыз сізбен жай ғана ойнаған болар. Үйдің сыртында ешкім де болмаған. Сізге жай ғана елістеген болу керек деп кеткелі жатқанда, диван артынан 5-10 метр жерден су тамшылары мен табан ізін көреді. Ол табан офицердің де емес, Эмилидің де емес. Иә, сіз де түсінген боларсыз. Бәрін түсінген офицер Эмилиге жақындап: Эмили, ол адам үйдің сыртында емес, терезенің де сыртында емес. Ол тура сіздің артыңызда болған. Сіз оның терезедегі бейнесін көргенсіз.